Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін тез дайындалатын шайға арналған печеньелар дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға айранды құйып алдық. Достармен барлығын алдын ала өлшеп дайындап аламын. Содан соң бір жұмыртқа мен бір ас қасық қант қосамыз, және де сұйық май қосамыз. Дәміне қарай шамалы тұз себеміз. Енді осының барлығын венчикпен араластырамыз. Және де 10 грамм қамыр қопсытқыш саламыз. Достар, мен алдын ала 300 грамм ұнымды өлшеп алдым. Енді осыны қосып тестаны илейміз. Тестамызды өте жұмсақ етіп, тығыз қылмай илеу керек. Тестамызды илеп болдық. Енді бетін жауып шамалы уақытқа қоя тұрамыз. Мінекей достар, біздің тестамыз дайын. Енді осылай қолмен жайып, оны сеуіп отырып, тестамызды жайып шығамыз. Біздің жайылған тестамыз орташа қалыңдықта болу керек. Осындай формалармен жасап шығамыз. 180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай осындай печеньелар дайын болды. Өте жұмсақ, сіздер де жасап көріңіздер. Достар, осылай үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер, печеньеларымыз одан сайын дәмді болып шығады. Асыққанда тез дайындалатын біздің печеньеларымыз дайын болды. Ас болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Рахмет.